Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жұмсақ круассан дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, жұмыртқа, тұз, ашытқы, май, шекер, жылы сүт қажет. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқамызды жарып, артынан шекерді салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң тұзды, сүтті, майды салып, тағы бір мәрте араластырамыз. Артынан дрожжымызды салып, тағы бір қайтара араластырып, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Иленген қамырымыздың бетін жауып, 1 сағат ашытып аламыз. Ашыған қамырымызды табадан түсіріп, осылай бөліктерге бөліп аламыз. Менде 16 штук шықты. Жайылған қамырларымызды домалақтап, бетін жауып, жаюды бастаймыз. Қамырларымызды шелпектің көлемінде етіп, барлығын түгел жайып дайындаймыз. Қамырларды жайып алдық. Енді бөлме температурасында еріген майымызды қамырдың әр бетіне біркелкі етіп жағып, қамырларды рет-ретімен жинап шығамыз. Жиналған қамырымыздың арасындағы майы қату үшін бетін орап, холодильникке 7 сағатқа қалдырамыз. Холодильниктен шыққан қамырымыздың бетіне азырақ ұн сеуіп, домалақ етіп жайып аламыз. Қамырды орташа қалыңдықта жайып алдық. Енді видеодағыдай кесіп дайындаймыз. Кесілген қамырларымыздың ішіне өз қалауларыңызша варенье немесе шоколад салып, жақсылап үстін баспай, мұқият орап шығамыз. Тез-тез орауға тырысыңыздар, себебі ішіндегі жаққан майымыз еріп кетуі мүмкін. Оралған қамырымызды алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Ал достар, біздің жұмсақ круассандарымыз дайын. Сіздер де шайға дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.